Мен Бакен Сымбат, Фи 19 ЖТК тобының студентімін. Әл-Фараби 870 жылы Отырар қаласында дүниеге келді, және 950 жылы Шам қаласында қайтыс болды. Әл-Фараби математика, метафизика, саяси философия, логика, этика, эпистемология сияқты ғылыми аяларында еңбек етті. Ол әлемге ойшыл, философ, лингвист, астроном, математик, логика және музыка зерттеушісі ретінде танылды. Әл-Фарабидің басты еңбектерінің бірі ғылымдар энциклопедиясы. Әл-Фараби ғылымдар энциклопедиясын 5 тарауға бөлді. Оның біріншісі тіл және оның тараулары, екіншісі логика және оның тараулары, үшінші бөлім математика және арифметика, оған геометрия және тағы басқа математикалық салалары кірді. Төртінші бөлім физика және метафизика, бесінші бөлім азаматтық ғылым және заң мен дін туралы ғылым және оның тараулары болды. Ғылымдар энциклопедиясында ойшыл өзінен бұрын Аристотельден және өзінен бұрын 300 жыл бұрын өмір сүрген, еңбек еткен ғалымдарды үйрену және үйрету жолдарын тағайындаған. Ғылымдар энциклопедиясы Әл-Фарабиден кейін де 500 жыл бойы батыс және шығыс елдерінде басты кітап және оқу құралы болып саналды. Филология факультетінің студенті Абляш Назерке. Мен бүгін Әл-Фараби атамыздың «Бауырың қанша сүйгенмен» атты өлеңін айтамын. Бауырың қанша сүйгенмен, өтеді өмір күйбеңмен, шындыққа бас тілаулап, пенделіктен бұл аулақ. Жататын ләлім жаңғырып. Бұл ғұмыр емес мәңгілік, бейопа мына заманда, бақыл боп кетер адамда. Жұрт кілең күнін көп қызық, жіберер зая өткізіп. ЖТК Ашырбек Назерке. Әбу Насыр Әл-Фараби тамылжып бал тыныштық айналамнан. Тамылжып бал тыныштық айналамнан, тылсым түнге құшағын жайған далам. Мен жатырмын ұйқысыз жапа-жалғыз, жанымды ой жарығы айналаған. Аққан жұлдыз құласа кейде егер, сенің нұрлы бейнең болып кеудемен ер. Әлде қайда ғайыппын ынтазарғып, өмірге бір ғажап сәуле берер. Қашықтасын туған жер, қабын елім, не бір жүйрік болдырып жарау деген. Шаршады мен, қанатым талды менің, жаңқырт жолға сарылып қарау менен. Кері оралмай жолдарым жатырағып, қасіреттің жасына көз жуынар. Ол жаратқан көп неткен ақымағың, құм сықылды тез ысып, тез суынар. Сиялы аз бір тұтам тіршілікте, әкімдікке күллісі жүгіреді. Көкірекпен сезініп, көрсініп көп, жаным менің түршігіп түнер еді. Қайтейін мен көкжиек кеңдігімді, келер күнге үмітпен жол ашамын. Қос шөлмекпен өткіздім өмірімді, соны медет етеді болашағым. Бір шөлмекте көк сия толып тұрса, екіншіде шарап бар жайым әлім. Даналықты сиямен толықтырсам, шарап мен шерімнен айығамын.